үлкендерге қарағанда жастар инфаркт, инсульт алған кезде көп жағдайда өліп кетіп жатады. Себебі үлкендер мен жастардың организмін салыстырайық. Өйткені үлкендерде компенсаторлы механизм бар. Организм жалпы инфарктқа, инсультқа дайын. Мысалы, жанама сосудтар деп айтайық, коллатериалды артерия, мысалы жүректі айтайық, бір сосуд бітеліп қалды. Бірақ оның жанында жанама қан тамырлары болады. Қан сол арқылы барып, аз да болса қоректендіріп тұрады. Жастарда онда компенсаторлы механизм дамымаған, онда жоқ, онда инфаркт, инсультқа организм әлі дайын емес. Бірден шок алады, бірден разрыв болып, сосудтар жарылады да өліп кетіп жатады. Әсіресе біз жедел жәрдемде жүрген кезімізде 40 жас, 32 жас адамдар түскен кезде инфарктпен, мысалы инсультпен кәдімгі қорқыныш болады. Бірақ сәтте өліп кетіп жатады кәдімгідей. Секунд арасында. 60 жастан асқан адамдарда коллатериялы тамырлар дамиды. Одан төмен адамдарда жоқ. 30-35 жасар адамдарда кездесіп жатады. Соңғы уақытта бұл инфаркт болсын, инсульт болсын, көптеген аурулар жасарып жатыр.